Бірақ Шафқат артымнан қалмайды. Себебі мен бір көрген едім, сен Шафқаттың сөзін аударып, қазақ тілінде мүлде жоқ ондай сөз дедің. Не сөз еді ол? Мен белбеу үшін күресемін, себебі менде 18-ден 0 сандырақ. Сенде үміткер болу үшін қиын жекпе-жек те болмады. Сол үшін Шафқатқа қарасам, көп әлсіздіктерін көремін. Сол үшін маған келесіге Шафқатты беретін секілді. Мақұл. Не болса да құттықтаймын. Енді кімде болсын чемпион болғанда бәріне қойылатын сұрақты білесің. Келесі кім? Және көптеген пікірталастар болды. Шафқат Рахмонов сені қашып төбелескісі келмейді дейді. Бұл дұрыс, білесің бе? Менімше, жігіттердің болған дұрыс осындай. Не болса соны оттайтын. Менімше, Шафқат менің Усман мен трэш-тогымды көріп, екеуміздің хайпымызды көріп, мен де қосылайыншы, кадрға кірейінші дегендей боп тұр қыстырылысып. Және оның бәрін өзі айтпайды ғой, твиттерде оның менеджеріма біреу жазады. Себебі ол тіпті ағылшын тілін білмейді, бірақ сөйлеп қояды сонда. Тоқта, не сөз болған еді? Себебі мен бір көрген едім, сен Шафқаттың сөзін аударып, қазақ тілінде мүлде жоқ ондай сөз дедің. Не сөз еді ол? Не сөз екенін ұмытып қалдым, бірақ байқағаным әйтеуір чат GPT сияқты бір бәле мылжыңдап отқан еді. Қандай сөз желі айтылып жатқанын сіздерге түсіндірейін. Шафқат Рахмонов твиттерде, әрине, саят жазатынын білеміз. Осындай бір твит қалдырған болатын. Сенде таңдамалы жады ма? Немесе жай ғана ұмыттың ба? Белбеу үшін жекпе-жекке дейін сен 14 ай бойы төбелеспедің деген болатын. Оған Белал Мұхаммад осындай твит қалдырды. Таңдамалы жады, сен орнына кім жазады, бауырым? Бұның қазақша аудармасы жоқ қой деп осы суретті тыстырған болатын. Бұл суретте анығынан бұл фотошоп екені көрініп тұр. Өзім аударғанда осылай барлығы дұрыс аударылып жатыр Google'да. Сондықтан Белал Мұхаммадтың әрине көп сөйлейтінін білеміз. Жекпе-жекті қалайда болса раскрутка жасау керек, бірақ та адамның тіліне, қазақ тілге тигені дұрыс емес деп санаймын өз басым. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал бүгінгі бейнеміз Мағжанның арқасында шыққан болатын. 1000 теңгеге көптен көп рахмет. Бұның барлығы таза арнамыздың дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейненің себепкері болғыңыз келсе, переводыдағы номердің орнына картаны басып, осы номерді тіркеп, кез келген қаражатты жіберулеріңізді сұраймын. Алдын ала қазақ бауырларыңызды қолдағандарыңыз үшін мұнда бір алғыс. Бірақ білесің бе? Мен үшін шынын айтқанда, бірінші нөмерлі үміткер жоқ әлі де. Мен үміткер болу үшін Гилберт Бёрнсті жеңдім. Маған олар егер жеңсең, келесі белбеуге сен шығасың деді. Ал Шафқат не істеді? Томпсонды жеңгеніне 1 жылдан асты. Томпсон болса 3 жеңіліспен жүрді сол мезетте. Мен белбеу үшін күресемін, себебі менде 18-ден 0 сандырақ. Сенде үміткер болу үшін қиын жекпе-жек те болмады. Сені тексеретіндей. Усман болса 3 жеңілісі бар. Енгери қиын қарсыласты, жеңді MVP-ді. Себебі MVP қиын ой жұмбақ. Оны жеңіп, рекордындағы 0-ді сақтау қиын. Менімше барлық UFC жауынгерлері келесі Шафқат болғанын қалайды. Және мен қуана-қуана онымен шығамын. Себебі менімше Усманмен қиын жекпе-жек болады Шафқаттан қарағанда. Себебі Шафқатқа қарасам көп тесіктерін көремін. Және оны жеңетін көп жол бар. Мен жекпе-жекке шығар бұрын қарсыласты зерттеймін, әлсіз жерлерін қараймын. Леон Эдвардсты зерттеп, дәл солай жеңген едім. Сол үшін Шафқатқа қарасам көп әлсіздіктерін көремін. Маған бәрібір сол үшін қорықпаймын одан. Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитная карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. Кіріп көріңіздер. Ситибанк. Және UFC-де Шафқатты Усманмен шығармай тұр. Ол Усманмен шықса, Шафқат жеңіледі. Сосын Усман қайта оралады, 5 жыл бойы чемпион болған. Ал UFC-ге жаңа қан керек, жаңа жауынгер керек. Сол үшін маған келесіге Шафқатты беретін секілді.
Бұл жақта да Белал Мухаммад өтірік айтып жатыр. Егерде спорт Шрёдингердің ақпаратына сенсек, онда UFC Шавкат Рахмоновқа Усманмен жекпе-жекті ұсынған. Біздің Шавкат Рахмонов әрине бұған келісті. Жекпе-жек 16 немесе 23 қарашада болу керек еді, бірақ Усман бұл жекпе-жектен бас тартты. Түсініп тұрмын. Оның рекорды керемет, 18-ден бәрі де мерзімнен бұрын аяқталды, әдемі көрінеді. Егер терең қарайтын болсақ, онда Джефф Нил болсын, Томпсон болсын, керемет жауынгерлер, оларды құрметтеу керек. Бірақ сендер секілді топты жарып тұрғандары жоқ. Білесің бе, Харрингтон, кетші, не істеп жүрсің, қыстырылыспаш мына жерге. Сонымен сен үшін жақсы жаңалық. Ол сенде көптеген таңдау бар. Шертіп таңдасам болады. Сенде Усман, Шавкат, Джек Дейла, Мадалена, Ковингтон, Енгери бар. Сен чемпион ретінде өзін таңдай алатын болсан, кімді таңдар едің? Мен үшін бұл жерде маңызды рөлді ақша алып отыр. Усманмен шықсам ақша табамын. Себебі оның аты шулы және мұра қалдыру ретінде жақсы. Ол ұзақ жылдар бойы чемпион болды. Дана да оны Джордж Сен-Пьерден мықты деді. Сондықтан мұра қалдыру ретінде Усманмен шығар едім. Ол мансабын аяқтамай тұрып. Бірақ Шавкат артымнан қалмайды. Маған Шон Брейдиді жеңу керек болды. Оның да аты шулы боп, нөлін алып алдым. Онымен шығуға сылтау жоқ. Егер Усманмен шығып жеңсем, оны адамдар, ой, ол өзі 3 жеңіліспен жүрді, қартайды ол дейді. Ал Шавкатты жеңсем, адамдар ауыздарын жабады. Ешқашан жеңілмеген 18-ден нөлі бәрі кетеді. Ол жап-жас, ештен кете алмайсың. Леонды жеңгеннің өзінде ол ақтады өзін. Мен ойымша, Шавкат жеңілсе ақталып отыратын жігіт емес. Сен бұл жайлы ойланып па едің? Қайта Эдвардсқа оралсақ, екеуің қайтадан бір жекпе-жек өткізулерің керек секілді. Себебі сені кекшіл емес деп есептеймін, бірақ сен оны лайық емес дейтін секілдісің. Және өзім мен британдық жігітпін, Эдвардс жайлы жаман айтпаймын, бірақ сені толықтай түсініп тұрмын. Бауырым, оған 3 жыл төбелесу керек менімен шығу үшін. 3 жыл күтіп, кешірім сұрап, менен Твиттерге 3 жыл бойы жазу керек. Ай сайын кешірім сұрау керек, мені жеңем деп ойлаған үшін. Сол кезде мүмкін оған шығып мүмкіндік берем. Меніңше өзін айтқандай жекпе-жегі жоқ жауынгерлерді беру керек. Джек Дейла, Мадалена ұзақ жеңіс сериясы бар, Енгеридің жекпе-жегі жоқ. Сенде Брейди бар, кеше ғана Бернсті анық жеңген. Ол қайта оралды. Қазір оларға бір-бірімен төбелесу керек. Үміткерлер енді бір-бірімен шығатын түсінуіміз керек. Жеңіліп көрмеген жігіттер бір-бірімен күреседі. Егерде мен матчмейкер болсам, Брейдиді Усманмен қояр едім, Енгериді Эдвардспен және Джек Дейла Мадаленаны. Ол бірақ әзір шықпас. Жарақаты бар оның, бірақ оның өзі Бернсті жеңді, бірақ ол жеткіліксіз. Мен оған тексеріс ретінде MVP-ді берер едім. Байқасаңыздар, Белал Мухаммад бұл жігіттердің арасында біздің Шавкат Рахмоновты қоспады. Менімше осылай ол Шавкат Рахмоновты келесі деп меңзеп отқаны секілді. Не болса да Белал Мухаммад көп сөйлеп кетті. Біздің Шавкат Рахмонов сазайын береді деп ойлаймыз, сенеміз. Қазақ тілін мазақтағаны үшін де бір таяқ жеу керек. Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мында бір алғыс. Аман, сау болыңыздар, келесі жүздескенше.